күн біздің кішкентай тұрақты оқырмандарымыз. Бүгінде сол почташының әкелген журналдарының танымды қызықтарына кезек береміз. Дәл бүгін алдыңғы бейнебаяндарда айтқан сендердің ата-аналары мен әже-аталарына жақсы таныс деген журнал, жыл 12 ай журналдың қызықты өлеңдеріне, тамаша әңгімелеріне кезек береміз. Балалар, биылғы жылы қазақ лирикасының классигі, танымал, сыршыл, жерлес ақынымыз Сырбай Мәуленовтың туғанына 100 жыл толып отыр. Соған орай журнал беттерінде ақын атамыздың сендерге арналған арнайы, әдемі, керемет жазылған өлеңдері басылған. Бүгін сіздердің назарларыңызға соның біреуін ұсынамын. Атауы «Елдің бәрі жұмыста» деген өлеңі. Ей, күн, қайда барасың? Түнде ұйықтап дем алам, ұйқым әбден қанған соң, ертең қайтып оралам. Ей, ай, қайда барасың? Көк теңізге батамын, күндіз ыстық болған соң, тұңғиыққа жатамын. Ей, жел, қайда барасың? Желпимін де таң ауасын, паналаймын содан соң, тау мен тастың арасын. Көкек, көкек, қайда барасың? Ұшып қонып секектеп, балаларды оятам, таң атқанда көкек деп. Қарап тұрсақ не керек? Елдің бәрі жұмыста, гүл сорады көбелек, дән тасиды құмырсқа. Міне балалар, барлық жер бетіндегі тіршіліктің бәрі жұмыста екен. Сіздер оқып жұмыс істейсіздер, ал ата-аналар болса еңбек табады. Міне жер бетіндегі тамаша тіршіліктің барлығы жұмыста екенін көрсететін керемет өлең сіздерге арналады. Осы журналымыздың біліп ал балақай айдарында сіздерге балықтар туралы не білеміз атты ақпарат ұсынады. Соны сіздер назарларыңызға мен ұсынамын. Ғалымдардың пайымдауынша, балықтар 450 миллион жыл бұрын пайда болыпты. Яғни, олар динозаврлардан бұрын өмір сүрген. Ең жылдам жүзетін балықтар акула мен марлин балығы. Олар сағатына 112-128 шақырым жылдамдықпен жүзеді екен. Әлемдегі ең кішкентай балық Филиппин бұзаубасы, немесе пандака. Оның дене тұрқы 1 сантиметрден аспайды. Ал әлемдегі ең үлкен балық кит акуласы. Оның ұзындығы 15 метрге жетеді. Келесі кезекте журналымыздың бала тілі бал деп аталатын Камила Жүсіпованың керемет, тәтті, қызықты әзілдеріне береміз. Бірінші кәмпит сұрау деп аталады. Кәмпит бер деп жылай берген соң, ашуланған әпкесі Нұрланға: көз жасынан көл қылып жібергенен кәмпит шыға ма? Деді зекіп. Жоқ, кәмпит шықпайды, жас шығады, деді Нұрлан аузын томпитып. Келесі әңгімесі су ағып тұр. Далада жаңбыр жауып тұрған болатын. 4 жасар Жазира далаға жүгіріп шықты да, бір сәтте аспанға қарап, үнсіз тұрып қалды. Неғып тұрсың құлыным, жаурайсың ғой, деген апасына. Жаңбырдан су ағып тұр екен ғой, деді. Келесі білмегені деп аталады. Бір күні баласы әкесінен: айтыңызшы көке, жақсы білетін адамдар неге ылғи басын сипайды, ал білмейтіндер неге желкесін қасиды, деп сұрады. Баласының сұрағына іле жауап бере алмаған әкесі: қазір балам, ойланып көремін, деді де желкесін сипап жатты. Міне осындай керемет журналдарды оқып білу үшін біздің кітапханамызға келіңіздер. Сонда сіздер зерек және танымды оқушы атанасыздар. Сау болыңыздар.